Баршамызға сәлем достар. Әдеттегідей сіздермен бірге түс жору каналы. Бүгінгі шығарылымымыз түсіңізде ине көрсеңіз, оны қалай жору керектігін назарларыңызға ұсынамыз. Кедей түсінде ине көрсе, бұл байлық пен жақсылықтың нышаны болып саналады. Түсіндегі ине шаншуы түс көрушінің өміріндегі жаман адамдарды және оған жамандық тілейтіндерді бейнелейді. Егер адам түсінде марқұмның ине көтеріп жүргенін көрсе, бұл оның түс көрушінің дұғасы мен зекетіне мұқтаж екендігін көрсетеді. Ажырасқан әйелдің инені бұрынғы күйеуінің қолынан көруі оның қайтадан қайтып оралғысы келетінін білдіреді. Түсінде ер адамның қолындағы инені көруі оған келетін мол ризық пен ақшадағы береке оның өміріндегі жақсы жаққа өзгеретінін білдіреді. Бойдақ жігіт түсінде ине көретін болса, жақын арада үйленетінін білдіреді.